Шақырдым, қойшыбай, кір. Отыр. Мына жаққа отыра берейінші. Мына жерге отыр. Не болды, қойшыбай? Айта бер. Не болған несі? Қалай болғанын айт. Қара. Істей аласың ба осылай? Жоқ, ненің қалай болған? Қойшыбай, ненің қалай, кім, қашан, неге осылай бір-бірімізбен жасырынбай ойнап отырамыз ба? Айтсаңшы, не болды? Майор мырза, мен түсінген жоқпын. Мен көріп тұрсың ба? Қазір егер өзің айтпасаң бар ғой? Мынаны? Ана маңдайыңа қадаймын. Не болды, айт. Майор мырза, мен еш нәрсені бүлдірген жоқпын. Талғатқа айтам, сол істейді. Әне. Отыр. Парадта не болды? Парадта? Парадта. Парадта парад болды. Егер сен ештеңе білдірмесең, бөлім командирі подполковник Өмірбек сен не үшін шақырды? Қойшыбай? Білмеймін. Кім біледі? Сіз білмейсіз бе? Жоқ. Онда кім біледі? Маған сол кісіге жолығу керек пе? Бірге барамыз. Жүр. Беретті ала сал. Жарайды. Кез. Ризасыңдар ма істеген істеріңе? Бұлай болатын қайдан білегенде? Ағайын, не болып деп едіңдер? Қайдағаны ойлап тауып. Мен одан күшті екенімді дәлелдегім келді. Ал енді күшті екенін дәлелдедің ба? Ашуланба Шерімай, бәрі жақсы болады. Сендер мұнда не қылып тұрсыңдар? Дулаттың жағдайын білек деп едік. Қатты жарақаттанған және сіңірі созылған. Бірнеше күн күте тұруға тура келеді. Қалай сонда? Біз бірсі күні ант тапсырамыз ғой. Оны ертерек ойлау керек еді. Аға сержант мырза, салтанат түрде антты бере алмаса, кейін беруге болады деп еді. Енді солай болады. Ал қазір барыңдар шуламай. Бұлай болмайды, Жалғас. Сен өзің айттың емес пе? Мерекені жақсы көрем деп. Дулат сонда бізбен бірге ант тапсырмай ма? Ол мен сияқты әскерге баруға асыққан жоқ. Сондықтан ештеңе болмайды ғой. Мен сені сондай жігіт деп ойламаппын. Кеттік, Нұржан. Сіз оның кім болам дедіңіз? Мен телефонды қайдан алдыңыз? Жақсы. Иә, шақырғам қазір келеді. Подполковник мырза, кіруге рұқсат етіңіз. Майор, сен не істеп жүрсің? Мен сержантпен бірге. Сержант сенсіз жүре алмай ма не? Жоқ, әлде оған жеке аудармашы керек па? Жоқ, олай емес, подполковник мырза. Боссың. Болады. Қойшыбай, мұнда кел. Тезірек болсаң, шыныңне жасып алып ұстап тұрсың. Болады. Мен сенімен сөйлескілері келеді. Бұл кім? Мен қайдан білейін? Алло? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз, Бойжеткен мырза. Қарлығаш? Сен мен қалай тауылдың? Қазір жазып алам. Қайда кетіп.
Кез. Е. Ага. Как. Ага, Игорь. Алло. Үзіліп кетті. Жазып үлгердің бе? Дәл солай. Енді ол қызды ешқашан жоғалтпа қойшыбай. Ұқтың ба? Құп болады. Ешқашан жоғалтпаймын. Кетуге рұқсат етіңіз. Боссың. Қойшыбай, Мен. қалам тастап кет. Кешіріңіз. Ерлан. Ау. Сенің жұрттың алдында қорқатының глассофобия деп аталады екен. Қалай? Глассофобия. Аурудың аты сияқты. Иә, бірақ ол ешқандай да ауру емес. Ол жай ғана жеңуге болатын қорқыныш екенін түсінуің керек. Жеңуге болатын. Жеңуге болатын, иә. Жазылған ба? Қазір қараймын. Міне, сен жұрттың алдына шығатынның алдында, сен өзінің қалай болатынын сезініп, алдын ала қорқуың керек. Одан кейін 10 күннен кейін қорқудан шаршайсың. Сезіну керек. Иә. Ойлап, қорқу керек. Иә. Содан кейін 10 күннен кейін қорқудан шаршайсың өзің. Көруге болатын сияқты, ә? Болады, иә. Бірақ бізде 10 күн жоқ қой. Рас. Онда сен жұрттың алдында өзіңді мықты екенін көрсетуің керек. Оған қанша күн керек? Бірақ оған 2 аптадай уақыт керек. Қанша? 2 аптадай. Елмай, мен мұнда ешқашанда жеңе алмайды. Ерлан, қойшы болды. Әйтеуір бір жолын табармыз. Санчи, мен бақыттысың ба, балам? Сен де мені қатты сағынып жүрсің бе? Керемет апа, ойымды оқып қойдың. Мына түріңмен ол қызды уысыңа түсіре алмайтын секілдісің. Сен енді Айдаһардан да 2 есе батыл, әрі күштісің. Енді сенің иммунитетің 2 есе күшпен қорғалады. С-витамині мен лактобактериялардың арқасында Биоцимон плюс қорғанысты 2 есе жоғары қамтиды. Фудмастер ұсынған Биоцимон плюс иммунитетіңізді 2 есе қорғайды. Жетістік. Ванишпен шынайы жетістікке жету. Мынау әбден сіңген дақ. Мұндай дақты ұнтақ кетіре алмайды. Мен әрқашан ваниш қосамын, өйткені көзге көрінбейтін дақ бар. Сонымен жуамыз. Бәрі жуылып кетті. Күйеуім қуанатын болды. Біз сонда кәуап жедік, мен күртешемді әдеттегідей былғап алдым. Маған ваниш ұнайды. Ваништы аламын, аздап салып ысамын, жып-жылы болады. Ол шын мәнінде көмектеседі. Міне, қара, ешқандай еш жоқ. Ваниш сызықша жетістік. Ваниш Окси Экшн дақты бір жуғаннан кетіреді. Жаңа Лейс паприка дәмімен көңілді бола түседі. Кешкі сауықта керемет болады. Ал чипсілер таусылған кезде жағдай шиеленіседі. Кешкі сауықтың сиқы бұзылайын деп тұрма. Жол бермейміз. Достардың арасында ең басты нәрсені білетіндер бар. Жаңасы қытырлақ Лейс паприка. Қош иісті тәтті бұрыш дәмі бар. Лейс паприка. Бұрышы бар ғана күштірек. Көптеген еркектер 40 жастан асқан соң зәр шығару проблемаларынан зардап шегеді. Олардың себебі простата аденомасы болып табылады. Простамол Уно несеп шығарудың бұзылуында көмектеседі. Және простата аденомасын туындатқан жайсыздықты жеңілдетеді. Және нағыз өмірді сезінесіз. Простамол Уно. Тиімділік үшін кем дегенде 3 ай бойы күніне 1 капсуладан қабылдаңыз. Простамол Уно. Еркек болған соң бол. Сіз лаптеп сүтіне дәрмені қосылғандығын білесіз бе? Соның арқасында бойым өсті. Менің ойымша жаңа пижаманы сатып алатын кез келген сияқты. Енді дәрумені қосылған лактель сүті. Жаңа Фрутелла кемпір қосағында жемістер сондай көп.
Нутелла. Табиғи дәм. Жәндіктер шаққан жерді қасудың керегі жоқ. Әсіресе джунглиде ауа ыстық болған жағдайда. Финистил гель қышуды және терінің тітіркенуін азайтады. Финистил гель жәндіктердің шағуынан кейінгі қышынуды кетіруге көмектеседі. Қышынбаңыз. Қалай, дайын болды ма? Иә, көлік дайын. Қазір майорды шақырайын. Шақырмай қой ешкімді. Қалайсыңдар? Майор мырза? Ау, не өпті көлікке? Дайын болды дейді. Дайын болды? Отырып от алдырып көріңіз. Ой, рас па? Иә. Көрейік. Қалай? Еді. Жарайсың. Жаман емес сияқты. Бұлай, жүргенде қалай? Әлем шарлап саяхат жасауға болады. Мен енді өз ісімнің маманымын ғой. Ой, аға лейтенант, керемет жарайсың. Рахмет, майор мырза. Саған рахмет. Нағыз маман тапқан сияқтысың. Ризамын. Жарайды, мен барайын. Сонда қалай? Қазір. Майор мырза. Оу. Бұл тезірек айтшы, уақытым жоқ. Механиктің жұмыста ақы төлеу керек. Дұрыс сен, төле. Маған не дейсің? Мен бе? Аға лейтенант, мен емес қой енді. Сен шақырған өзіңсің. Келіскен өзіңсің. Мен негіз бұны аға сержант Сағынға айтқам. Сен өзің шақырып алдың. Енді келіс бір деген. Соңына дейін жеткіз. Бар, уақытым жоқ. Бұл. Қанша? Бергеніңді алам енді. Рахмет. Талғат. Тағы сенсің ба? Дәл солай, менмін. Ауырып қалдың ба? Жоқ. Мен саған не айтып едім? Алдын ала ескертіп айтып едім ғой. Білем, мен бұл жол кешірім сұрау үшін келгем. Не, хат па? Иә. Әлі балалығыңды қоя алмай жүр екенсің. Мүмкін оқып көрерсіз.
Қалайсың, достым? Келдің бе? Келдім. Кіруге бола ма? Кел, кір. Әрірек отыршы, қазір қолым тиіп кетіп жүрсе саған. Кінәлімін, кешір. Сендей ақымақты тыңдап жүрген менде де жоқ дейсің. Шыны керек, мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Білем, бәрін білем. Сен үнемі бірінші болуға тырыстың. Алдыңа келді да, қай-қайдағы біреу кесе-көлденең тұра қалды. Солай деуге де болады. Шыны керек, Дулат, мен қатты ашуландым. Тіпті достарымды да ұмытып кетіппін. Енді олар сені ұмытып кетті ме? Сенен басқа ешқайсысын сөйлескісі келмейді. Бәріне өзің кінәлісің, Жалғас. Үнемі доспыз, достарым деп жүруші едің. Келдің де бәрін өзің білдірдің. Дулат, мен қателігімді түзеткім келеді. Жалғас, сенің қателігіңді мойындағанның өзі неге тұрады? Дулат, біз доспыз. Доспыз. Бірақ ертең сауыққаннан кейін сені бір сілкілеп алмаймын деп уәде бере алмаймын саған. Жас. Сарбаздар, екі қатарға саптал. Бол, тез. Тік тұр. Еркін тұр. Қалай сарбаздар, көңілдерің жақсы ма? Жақсы. Ертең қандай күн екенін естеріңнен шығарып алған жоқсыңдар ма? Жоқ. Ант беру күні әскердегі ең маңызды күндердің бір екенін естеріңе тағы да сала кетейін. Ертең беретін анттарыңа соңғы демдерің қалғанша адал болуларың керек. Түсінікті ме? Түсінікті? Түсінікті. Екі сержанттарың сендерді жақсылап тұрып дайындайды. Көрсетіңдер өз-өздеріңді, сайып қырандарым. Тік тұр. Еркін тұр. Ұятқа қалдырмаңдар. Жоқ, айта алмаймын. Қолынан келмейді. Қойш, қолынан келеді сен. Ерлан, мен саған айтып едім ғой, ант қабылдауға келем деп. Міне мен аяғым ауырғана қарамай келіп тұрмын. Дулат, сен өйткені мықты жігітсің ғой. Не қарайсың, жарайды. Шыдамдылығыңды айтып тұрмын мен саған. Тыныш, бол, басылып жатыр. Түзел! Тік тұр! Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын және аэроұтқыр әскерлерінің туын көтер! Жас сарбаздар, бүгін сендер өз отандарыңа адал болатындарыңды айтып ант бересіңдер. Бүгіннен бастап сендер нағыз отан сақшысы, нағыз
жауынгер боласыңдар. Осы күнді қашанда естеріңде сақтаңдар. Бүгінгі күн әрдайым жүрек түкпірлерінде сақталып, отан алдындағы азаматтық парыздарыңды естеріңе салып жүретін болсын. Жас сарбаздар батальонының командирі ант қабылдауға кіріс. Қатардағы Бекзат. Мен. Ант қабылдауға маған кел. Көп болады. Қатардағы Бекзат ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Дулат Бекзат Айжарықұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқына, оның заңды түрде сайланған президентіне ақтық темім қалғанша адал болуға, өзімнің егеменді мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын сөзсіз орындауға, әскери қызметтің қиыншылықтары мен ауыртпашылықтарына табандылықпен төтеп беруге ант етемін. Әскери істі ынта қойып меңгеруге, әскери және мемлекет мүлкін аялап ұстауға, мемлекеттік және әскери құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына және аэроұтқырлар әскерлеріне қызмет етем. Түзел, тік тұр! Жас сарбаздар! Сіздерді отан алдында әскери ант қабылдауларымен құттықтаймын.